Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз есте сақтауда жақсартудың 7 әдісі туралы айтатын боламыз. Егер сіздер есте сақтау қабілетіңізді жақсартырмасаңыз, оны жоғалтып аласыз. Есте сақтау қабілетін әлсіретіп алмас үшін мына 7 кеңесті қолданыңыз. Олар көп уақытыңызды алмайды, бірақ біраз уақыттан кейін сіздің миыңыз тиімдірек жұмыс істейтінін байқайсыздар. Ал кеттік. Бірінші кеңес: жақсы кітаптар оқыңыздар. Кітапты оқу барысында мида нақты бейнелері құралып, қабылдауыңыз жақсаруына себепші болады. Сол арқылы оқу сіздің есте сақтау қабілетіңізді жақсартып, зияткерлігіңізді жетілдіріп, сөздік қорыңызды байытады. Екінші кеңес: жаңа бір нәрсені үйреніңіз. Не нәрсені үйренгіңіз келеді? Не нәрсені керектігін жақсылап ойлап, соны жүзеге асырыңыз. Өз күштеріңізді жаңа әуес іске жұмсаңыздар. Мүмкін ол атпен серуендеу немесе сурет өнері болатын шығар. Ешқашан істемеген нәрсені істеңіздер. Өз миларыңызға оған белсенді қатысуға мүмкіндік беріңіздер. Үшінші кеңес: ұйқы. Миды жақсы қалыпта ұстау үшін 8 сағаттық ұйқы керек. Яғни режимді ұйықтап, режимді тұру уақыты. Күні бойы сіздің миыңыз әртүрлі мәселелерді шешеді. Оңай болсын, қиын болсын. Сондықтан оған ертеңгі мәселелерді шешу үшін демалыс керек. Төртінші, сөздік қорыңызды көбейтіңіз. Күніне өзіңіз үшін жаңа сөзді ашыңыз. Мысалға, сіз ағылшын тілін үйреніп жүрсіз делік. Яғни, сіз күнделікті сөздік қорыңызға жаңа сөздерді қосып отырасыз. Бұл жалпы немесе сіздің мамандығыңызға қатысты сөздер болуы мүмкін. Сізге түсініксіз сөздердің анықтамасын табу үшін сөздіктерді қолданыңыз. Яғни переводчикті қолдансаңыз дұрыс болады. Сол жаңа сөздерді өмірде қолдану арқылы жаттаңыздар. Бесінші кеңес: идея. Яғни ерекше іс-әрекеттер жасап, аяқ асты шешімдер қабылдаңыздар. Мысалға, таңғы кофеңізді шырынға алмастырып, сол қолмен жазып үйреншікті бағытта ауыстырыңыз. Сол арқылы ескіліктен құтыласыздар. Яғни сіз күнделікті кеш тұрып жүрген болсаңыз, ерте тұрыңыз, спортпен шұғылданыңыз. Сол сияқты кофені шырынға алмастырсаңыз, сізде ескіліктен құтыласыздар. Сандармен жұмыс істеп көріңіз. Көбейту кестесін білесіз бе? Оны ойша қалай санау керектігінше, біз өмірімізді калькуляторсыз елестете алмаймыз. Ал сіздер супермаркетте саудаңызды ойша есептеп, не басқа да есептерді есептеп көрдіңіз бе? Кәнекей, бүгін қанша шығын шығардыңыз, соны есептеп көріңіз. Бұл миыңызға бір развод болады. Бомба жарылғандай сізде миыңызда ойша талқылау басталады деген сөз. Жаттап үйреніңіз. Жатқа қанша өлең білесіз? Мысалға, 1, 2, 3 қана өлең. Ал балалар 10 шақтысын біледі. Есте сақтау қабілетін жаттықтырып қана қоймай, жақсы нәрсеге қол тигізесіздер. Бір кездері әріптестеріңізге, отбасыларыңызға жатқа өлең айтып, оларды таңғалдырасыздар. Және де олардың құрметіне, марапатына ие болып қалуларыңызда мүмкін. Сол үшін де жиі өлең жаттап, миларыңызды жаттықтырып жүріңіздер. Біздің пайдалы видеомыз сіздерге ұнаған болса, осы каналға жазыла кетіңіздер. Және де келесі видеода біз физика пәнінің мақсаты туралы және де физиканың табиғатта қолданылуы туралы айтатын боламыз. Сол видеоны біріншілерден болып көру үшін мына жердегі қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.